Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабақта біздер блокировкамен қалай күресу керектігін үйренетін боламыз, және де қандай амалдар бар, не істеу керек, бұндай жағдайда жалпы қандай шешімдер бар, соның барлығын қарастыратын боламыз. Кеттік. Жалпы блокировканың қандай түрлері бар? Бірнеше түрлері бар. Ол реклама жасап жатқан кезде жібермей қояды. Ол жерде баннердің размері дұрыс емес, тағы да басқа қателіктер. Одан кейін рекламаның проверкадан өтпей қалуы, то есть неге на проверка статусқа кетеді, то есть на проверкаға кетеді, рассмотрениеге кетеді, бірақ одан кейін оның рекламаның статусы отклонен болады, то есть сіздің жарнамаңыз уже фейсбуктың несінен администрациясынан өтпейді, модерациядан өтпейді. Одан кейін реклама аккаунттың өзінің блокқа түсуі бар, то есть аккаунт отключен болады, статуста аккаунт отключен деп тұрады. Одан кейін бизнес менеджердің блокқа түсуі, то есть ол жерде уже бүкіл рекламный действия, бүкіл барлығына пиксель ашу, тағы да басқа бүкіл рекламный действиялардың барлығына бан береді. Одан кейін полностью жеке Facebook аккаунттың өзінің блокқа түсуі. Одан бөлек тағы да басқа, например, страницаның блокқа түсуі, страница аша алмау, жаңадан страницалар аша алмау, немесе, например, Instagram аккаунтың банға түсуі деген секілді блокировкалар, жаңағыдай блокқа түсулер бар. Блок, одан кейін банға түсу, жалпы екеуі почти бір нәрсе. Екеуі бір нәрсе, тек жаңағыдай екі түрлі сөз. Олар қандай көрінеді? Мысалы, например, только активные аккаунты могут создавать или редактировать рекламу деп жазылып тұр, яғни бұл жерде рекламный аккаунт банға түскен. Одан кейін екінші мына жерде этот рекламный аккаунт не активен деген кезде, то есть Facebook белгілі бір нечаянно болып қалуы мүмкін, тіпті белгілі бір себептермен, мысалы, например, личный аккаунтты, то есть рекламный аккаунтты не істейді, неактивный қылып тастайды, және де оны жаңағыдай активировать ету үшін просто Ads менеджерге кіріп қайтадан активировать ете салу керек. То есть сондай да проблема болады. Одан кейін картаның банға түсуі, немесе, например, картаны бірнеше жерге тіркедіңіз, бірнеше көп, 5, 7, 10 рекламный аккаунтқа бір картаны тіркеп, уже картаның өзі лимитке келіп қалуы мүмкін, сондай проблемалар болуы мүмкін. Одан кейін картаның өзі банға түсіп қалуы мүмкін, мысалы, например, ақша шешілмей, бірнеше аккаунтта ақша шешілмей, именно сол карта тіркелген болса деген секілді. Одан кейін келесі аккаунт с ограничениями, то есть бұл жерде уже тоже рекламный аккаунт банға түскен, и примерно рекламаның жібермей қоюы, то есть отклонен болуы да примерно осындай себеппен болады, осындай түрде болады. Және де мына жерде полностью ваш аккаунт был помечен за нарушением правил деген секілді, ол жерде уже например, бизнес-менеджер толық банға кетіп қалуы мүмкін деген секілді. Вот сол кезде уже, то есть мынандай сообщение көрген кезде тоже неприятно, да, реально неприятно, каждый раз көре бересің еще. Осындай проблемалардың жалпы қалай шешу керек, сол туралы айтатын боламыз. Тіпті Facebooktың бүкіл заңдарына қайшы ештеңе жасамаған болсаңыз да, сіздің рекламаңыз банға кетіп қалуы әбден мүмкін, бірақ ықтималдығы аз. Жалпы қандай жағдайда кетіп қалады? Ол Facebooktың просто алгоритмі дұрыс жұмыс жасамай келген кезде просто случайно сондай не болады, случайность болады, сондай кезде ғана банға кетіп қалуы мүмкін. То есть егер сіз әрине бүкіл заңдарына қайшы келмей барлығын четко жасаған болсаңыз, әрине. Бірақ бұндай вероятностьтар өте аз. Бір максимум қанша, 1%, 2-3% болатын шығар. Одан кейін Facebook рекламаны қалай тексереді? Алдымен оны алгоритм қарайды, одан кейін тірі адам. То есть алгоритм, например, сізге отключен деп, то есть, например, отклонен деп шығарып беретін болса, то есть сіздің жарнамаңыз өтпей қалған болса, сіз қайтадан запросить проверку, то есть качество аккаунта дегенге өтіп, сол жерден проверкаға жібересіз, запросить проверку деп басасыз, и одан кейін сол проверкаға жіберген кезде оны әрине адам тексереді. Адам тексерген кезде, если барлығы уже нормальный болса, сәйкесінше сіздің неңіз, рекламаңыз қайтадан действующий болады. Тіпті қарапайым, мысалы, например, реклама бұрын действующий болды, сіз дәл соны қайтадан запускать еттіңіз, бірақ ол екінші жіберген кезде отклонен болды, и еще оған дейін жүріп тұрған рекламалар барлығы отклонен болып қалуы мүмкін. Вот сол жағдайда просто жаңағыдай алгоритмнің қатесі. Сіз сол жерде просто проверкаға жіберген кезде рекламаны бір 90% жағдайда сізге қайтадан восстановить етіп береді, себебі ол реклама сізде бұрын уже жүрген, бұрын уже действующий болған, сол себептен уже қайтадан қосып береді. Енді
соның өзінде сіздің рекламаңыз блокқа түсті. Сол кезде не істеу керек деген қазір көбімізде сұрақ, барлығымызда почти жалпы таргетпен айналысатын, таргет арқылы күн көріп жүрген немесе басқа да кәсіпкерлердің жалпы инстаграм арқылы табыс тауып жүрген кәсіпкерлер бар, там инфопродюсерлер бар, например, одан кейін жалпы инфоблогерлер бар, соның барлығы таргетке байланған. И көбінде осы проблема. Не істеу керек? Алдымен шыққан ошибка, кәдімгідей ошибка жазылып тұрады. Бірінші, ана ошибканы көріп, паниковать етпеу керек. Просто паниковать етпеңіз, просто ана жердегі жазылған ол. Даже орысша түсінбесеңіз, просто сол жердегі текстті алып, Google переводчикқа қойып, аударып алыңыз. Содан кейін барып уже аударғаннан кейін кішкене түсінікті болады, не істеу керектігі, не үшін сізге бан берген, не үшін блокқа түсіргені. Одан кейін барып сол проблеманы аласыз да Google-ға жазасыз, и әртүрлі ответ Mail.ru-дан, басқа жерден, басқа да бір неден, сервистардан, сайттардан сізге ответ беріледі. Ответ шығады, то есть ондай проблема тек қана сізде емес, басқа да адамдарда бар, көп адамдарда Facebookпен проблема. Вот сол проблемалардың шешімін жазады адамдар. То есть мен былай шештім, и сол шешімдерді өзіңіз тауып шешіп көріңіз. Ал егерде шешілмей жатса, әрине не істейміз? Ең оңай жолы бұл қарапайым жаңағыдай Ads менеджерде, например, несінде бұрышында тұрады ғой, Ads менеджердің бұрышында не тұрады, 3 сызық тұрады, сол жерге бассаңыз, сол жерде качество аккаунты деген бар. Вот сол качество аккаунтға өтесіз, сол жерде сіздің неге блокқа түскен рекламаңыз тұрады. И сол рекламаның қасында мына жерде запросить проверку деген кнопка тұрады. Соны басасыз, сәйкесінше бүкіл жаңағы нелердің барлығын, графалардың барлығын толтырасыз. Там ID реклама аккаунты, басқа нәрсе, соның барлығын толтырғаннан кейін, там причинасын жазып толтырып, неге проверкаға жіберіп қоясыз. И бұл проверка сізде 3 күн тексереді, 3 күннің ішінде сізге кері жауап береді. Негізінен тез жауап береді, негізінен бір жарты сағаттың ішінде сізге уже кері байланыс келуі әбден мүмкін. Және де маған сондай көбіне жарты сағаттың ішінде, 10 минут, 15 минуттың ішінде кері жауап келеді сразу. И осылай проверкаға түнде жібермеңіз. Проверкаға кәдімгідей таңғы, например, 8 немесе 9-дан бастап, то есть ненің Американың сағатымен есептейсіз, себебі, Facebook Америкада орналасқан. Американы есептейсіз, олар таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды, түнде жұмыс жасамайды. Сол себепті сіздер жаңағыдай Американың уақытын есептеп, сол уақытта проверкаға жіберіңіздер. Сол кезде сіздерге тез жауап келеді. Осы ең действующий метод. Бұдан басқа жалпы действующий метод болған, чат болған, то есть служба поддержкамен чат, бірақ ол жерге өте көп адам жазатын болғасын, Facebook ол кнопканы жасырып тастады қазір. Ол кнопка қанша осы 2020-ның, то есть алдыңғы жылдың 2020-ның ортасында болған. Ол кнопка бірақ қазір уже жоқ, себебі адамдар өте көп жаза бастады, и еще неде Америкада не болды, политикаға қатысты біраз темалар болды, сол себепті уже запростар көбейіп кетті. То есть неге Facebooktың іс-қимылына наразылықтар көбейіп кетті, сол себепті олар просто так кнопканы жасырып тастады. То есть кнопка қазір жоқ. Ол алдағы уақытта шығуы мүмкін, пока мен өзім біраз ақтардым, прям целый день отырып ақтардым, бірақ таппадым. Сол себепті сіздерге қазір тағы да басқа пайдалы ссылкаларды, сілтемелерді беретін боламын. Егер жіберейін деп жатқан жарнама ережеге қайшы келсе, то есть сондай да салалар болады. Там Тазбих немесе там Арықтау, сетевой маркетинг, Кальян деген секілді, например, Кальян арендасы деген секілді, то есть, например, там лаунж-барлар. Вот солардың рекламасын қалай жіберуіміз керек, жіберу керек, сондай клиент шығып тұр, соның рекламасын қалай жібереміз. Ең біріншіден, алдымен баннерде, видеода осы салаға қатысты суреттер болмау керек. Там Арықтауда до-после суреттер, адамның дене бөліктерін прям обнаженный суреттер болмау керек. Одан кейін Кальянда, например, там көмірдің, то есть угольдің, Кальян аппаратының суреттері болмау керек. Келесі баннерде, видеода осы саладағы сөздер болмау керек. Не ол сөздерді алмастыру қажет. Мысалы, Арықтау деген кезде, то есть бұл сала мен өзім тестілеген, бұл жерде біздер 90-60-90 болды деп қойған кезде уже реклама спокойно өте берді. Кальян деген кезде там лаунж пространство, забивка, то есть, например, получи бесплатную забивку деген секілді. Закажи домой и получи бесплатную забивку деген секілді. Сондай офферлермен сөздерін өзгертіп, бірақ концепциясы несі тұру керек. То есть месседж
қалыптасу керек, именно кальян екені, именно арықтау марафон екенін адамдар көзбен түсіну керек, то есть визуал бойынша. Қазір мен айтамын. Міне бұл жерде енді уже суреттерді келесі қадам суреттерді алмастыру, то есть жақын тематикадағы суреттерді қою. Мысалы там арықтауда алманың су бөтелкесінің суреті, кальянда тек қана там кальянның түтіні деген секілді, немесе например просто баннер жасаған кезде түтін қосып офер жазып, ешқандай жаңағы запрет сөздерді, кальян деген сөздерді қолданбай офер жазып шығасыздар, и сол арқылы уже сіздер визуально адамға түсінікті болатындай етіп жасайсыздар. Вот сол кезде уже сіздің рекламаңыз банға түспейді. Бірақ егер де сіздің рекламаңызды адам тексеретін болса, то есть фейсбуктың алгоритмі бұл нәрсені байқамай қалуы мүмкін, байқамай қалу ықтималдығы жоғары. Ал вот адам тексеретін болса, и адам, например, переводчик салып полностью барлығын тексеретін болса, әрине ол адам уже тауып алады. Сәйкесінше сіздің рекламаңыз, бұндай рекламалар ұзақ өмір сүреді деп айта алмаймын, там максимум білмеймін, әртүрлі жағдайлар әртүрлі. Біреулердікі там 3 күн тұрады, біреулердікі 1 күн тұрады, біреудікі 5 күн тұрады, біреудікі там 1 ай тұрады деген секілді. И каждый раз, например, отклонение болған сайын сізде уже рекламный аккаунт банға кетеді. Рекламный аккаунт не үшін банға кетті деген кезде сіз уже бүкіл жаңағыда правиланы обход жасап жатсыз да. Сол себепті сіздің рекламный аккаунтыңыз банға кетті. И ол жерде уже сіздің аккаунтыңызды шешу қиын. То есть блокировкадан шеше алмайсыз. Так, кеттік. Блокировкадан ашсын деп қалай заявка тастаймыз. То есть заявка тастаудың өзінің тәсілдері бар. Алдын ала жаңағыдай жазылған шаблон сообщениялар бар. Сол сообщенияларды сіздерге беремін, каналға саламын, және де одан бөлек пайдалы сілтемелер. То есть ссылкаға басып, сол ссылкаға өтіп, именно қандай жаңағы сізде проблема бар, сол проблема бойынша ссылкалар бар. Біріншіден, проверь домена блокировка через дебаггер, то есть сіздің доменнің, сайттың домені банға кетіп қалуы мүмкін, блокқа кетіп қалуы мүмкін. Вот соны қалай, блокқа кетті ма, кетпеді ма, соны тексеру үшін мына жердегі ссылкаға басасыз. Одан кейін входящее сообщение от службы поддержки. То есть служба поддержки заявка тастадыңыз, там запросить проверку деп бастыңыз. Одан кейін сіз ол нені, жаңағы ссылканы, сол бөлімді жоғалтып алуыңыз мүмкін. Например, кәдімгі заявка тастадыңыз, и потом уже служба поддержки қалай табатын, фейсбуктың өзі түсініксіз да, служба поддержки қай жерден табатын, сообщение, бұрын жазған сообщениені қалай көруге болатын. Просто осы ссылканы басасыз да, сол жерден уже бұрынғы жіберген заявкаларыңызды, то есть проверка, запросить проверку басқандарыңыздың барлығын көре аласыз. Үшіншісі, проверка количества текста на креативах, то есть уже текст, егер нормальный болса, то есть текстің көлемін осы ссылка арқылы тексересіз. Одан кейін два инструмента по сканированию креатива нейросетью, то есть бұл жерде нейронды желі, бұл жерде сіз өзіңіздің дайындаған баннеріңізді жүктейсіз, и сол баннердің өтімділігін сізге примерно есептеп береді осы ссылкалар арқылы. Өте пайдалы нелер, сервистер. Келесі форма, рекламный аккаунт отключен за нарушение деген, то есть сіздің рекламный аккаунтыңыз банға кеткен жағдайда осы ссылкаға басып, формаға өтесіз де заявка тастайсыз. Келесі реклама отключение из-за risk payment, платеждар бойынша банға кеткен болса, осы ссылканы басасыз. Одан кейін келесі бизнес менеджеріңіз банға кеткен кезде осы ссылканы басып заявка тастайсыз. Одан кейін социальный аккаунт, то есть уже фейсбуктың өзінің жеке фейсбук аккаунт банға кеткен кезде осы ссылканы басып не істейсіз, неге заявка тастайсыз, проверкаға жібересіз. Одан кейін форма объявления отклонено, осы ссылканы басып, сіздің өзіңіздің жарнамаңыз өтпеді ма, осыған басып сразу өзіңіздің жарнамаңызды проверкаға жібересіз. И одан кейін соңғысына жерде 10-шы, то есть формада сіздер уже объявлениені модерация, то есть тезірек қарастыру үшін осы ссылканы бассаңыз, осы жерден уже тезірек қарастыруға мүмкіндік бар. Одан кейін 11-ші, то есть не үшін сізге не берді, бан берді, соны білу үшін мына ссылкаға өтесіз, и одан кейін жаңағыдай оны біріншіден токен алу керек, токенді алу керек, аксесс токенді, и токен алуды, конечно, просто Google'дан, Google'дан просто сұрасаңыз, как получить токен социальный профиль Facebook десеңіз, сізге полностью инструкциясын дайындап береді. Сол токенді алып, ссылкаға кіріп, полностью барлығын қарап, не үшін банға кеткен, и соған сәйкес уже адам жаңағы неге фейсбуктың служба поддержкиға форма арқылы заявка тастайсыз. Келесі 3 вариант связаться со службой поддержки, то есть бұл 3 варианттың үшеуі де қазір жұмыс жасамайды. Бүкіл нелердің барлығын Facebook кнопкаларды тығып тастаған, және де кейде жұмыс істеп қалуы мүмкін. Сол себепті осы ссылкалар міндетті түрде керек болады. Келесі ссылка на создание нового бизнес-менеджера, жаңа бизнес-менеджер ашу үшін сілтеме, және де справка рекламной деятельности на Facebook. То есть сіздің жалпы
Facebook қандай жағдайда рекламаға бан береді? Соны толық зерттеп шығу үшін осы ссылкаға бассаңыз бүкіл нелер правилалар барлығы жазылған. Одан кейін келесі, пожалуйста, на мошенничество с переводом денежных средств. Одан кейін форма проблема со входом в аккаунт, то есть аккаунтыңыздың, например, там қалай там паролін ұмытып қалдыңыз немесе номерді ұмытып қалдыңыз, почтаны ұмытып қалдыңыз, осыны басасыз. Одан кейін бизнес менеджерді лимитке, праваға, активностьке барлығын қарайсыз. То есть бизнес менеджердің несі биллингін қарайсыз, қанша рекламный аккаунт создать етуге болады, қанша страница создать ету керек, соның барлығын осы сілтеме арқылы тексере аласыз. Одан бөлек мен сіздерге то есть нені тауып қойдым. То есть әртүрлі осы, мысалы, например, мына жерде 5, 6, 7, 8, 9 осының барлығын дайындаған, мына 8 ұмытып кетіп 9, 10, то есть осы формаларға қандай сообщение жіберу керек, адамдарға қалай жаңағы фейсбуктың служба поддержки қандай сообщение жіберу керек, осылардың барлығын тауып қойдым. Сол форманы сіздерге каналға жіберемін. Яғни мына жерден там видеоны көріп отырып сіздер просто так ссылканы бүйтіп копировать етіп отырмайсыз, просто ана жерден каналдан аласыздар да просто соған басып сразу жібере бересіздер. Заявканы жаңағыдай жібере бересіздер. Енді айтарым, Facebook егер де сіздің рекламаңыз, например, реклама жібердіңіз бір блогерге, например, там таргетологқа немесе например, жалпы табыс тауып, то есть, например, курс сатып жүрген адамның несін рекламасын жібердіңіз. Ол жерде уже реклама аккаунтты, то есть нені баннан шығару, аккаунтты баннан шығару кішкене қиындау болады. Шығару даже мүмкін емес деп те айта аламын, себебі ол жерде уже курс сату, ақпарат сату, там табыс табу деген секілді тема болады да. И ол жерде ол Facebooktың заңына қайшы келеді. Сол себепті даже если, например, негізінен жаңағы мен жіберетін формалар бар, нелер, шаблон сообщениялар бар. Сол сообщениялармен мүмкін ашып көрсеңіз де болады әбден. Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде мына ссылкалардың барлығын сіздерге ауадай керек. Мен оны білемін, және де сіздерге толық барлығын жіберемін. Бүгінгі сабақ бітті. Блокировка бойынша енді рекламный аккаунтыңыз банға кетпей, барлығы жақсы жүріп, таргеттеріңіз мықты жүріп, клиент көбейіп, табыс тауып, үнемі ешқандай проблемасыз жүреді деген сенімдемін. Қазір жаңағы рекламный аккаунт бойынша бандар өте көп, проблемалар өте көп болып жатыр. Осы проблемаларды барынша осы сабақ сіздерге шешуге көмектеседі деген ойдамын. Сау болыңыздар.